Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Кеше мен тауықтың етінен хэ дайындадым. Хэ по-корейский. Кәрістердің ең дәмді, менің өзіме қатты ұнайды. Оған өзі көп ештеңе керек жоқ. Мінекей. Картоппен жегенге вообще күшті мынау. Мінекей, оған не керек? Тауықтың төс еті керек, 70% уксус керек, соевый соус, сұйық май, қант, тоз, пияз, сәбіз, әгіршік, балғар бұрышы, чеснок керек. Қай нәрсе қанша керек екенін барлығын қыздар описанияға жазып қоямын, иә? Содан кейін қара бұрыш керек, паприка керек, қызыл бұрыш керек, кориандр керек, және мынау кинза керек. Ал кеттік қыздар, бастаймыз. Қазір тураймын. Мінекей турап болдым. Мынандай бармақтай етіп, бармақтың сәл-пәл жіңішкелеу етіп турасаңыздар болады. Сосындай ұзыншақ етіп. Енді осы туралған төс етке 70% уксустан кіші қасықпен 3 қасық уксус саламыздағы, жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне тұз саламыз, кішкене жарты қасықтай. Су ағу керек қой. Мына еттің дәмі мүлдем қалмайды, күшті болады қыздар. Тура 1 сағатқа өстіп бетін жауып қойып қоямыз. Енді қиярымызды тура жаңағы ет сияқты етіп, осылай бармақ етіп тураймыз. Соломка. Етіп мінекей әгіршімізді турап алдық. Барлығын турап, бірінші дайындап қойып қоямыз. Әгіршікті турап салып қойдық тарелкеге. Енді пиязымызды, сәбізіміз тойыз, морковты. Бұны да через терка өткізіп, оны салып қойдық. Тура жаңағы морков сияқты қылып, жіңішкертіп тураймыз. Балғар бұрышын, оны да бөлек салып қоямыз. Пиязды жартылай дөңгелек. Ұзыннан тураймыз пиязды қыздар. Жартылай дөңгелек қылып, жіңішке қылып турап. Бұны салып қоямыз. Чеснокты не? Чеснок үгіткіштен өткізіңіз. Не болмаса, осылай қолмен турай салыңыз. Мінекей оны дайындап қойдық. Барлығы дайын. Зелен бар екен ғой. Кинзаны қалай болса солай ары бері турай салыңыз. Оны ұсақтап тураудың керегі жоқ. Осы керемет дәмді, осының иісі керемет ұнайды маған. Кинзаның иісі де, дәмі де керемет ұнайды маған. Жегім келіп кетті. Кинза керемет әйбет ұнайды маған. Такс, мінекей, барлығы дайын болды. 1 сағат өткен кезде мынау тауығымыз дайын, суы шықты. Оны мен суық мұздай суымен шайып алдым. Шайып, құп-құрғақ қып қатты сығып, мінекей дайындап алдым. Енді осының үстіне ең бірінші осы соевый соустан 3 қасық, үлкен қасықпен 3 қасық соевый соусты құйып жібереміз дағы, жақсылап тұрып араластырамыз қыздар. Дайын енді саламыз мінекей. Пиязымызбен балғар бұрышын салдық, сәбізімізбен қиярымызды салдық, ас көгімізді салдық. Содан кейін қара бұрышымызды соның үстіне септік жан-жаққа, түгел бетіне. Паприкамызды, оны да септік. Кориандрымызды, оны да септік. Бетінен полностью сеуіп шықтық. Ал енді қараңыз. Мынау қант қыздар. Уксус жүрген жерде қант міндетті түрде болу керек қыздар. 2 қасық қант септім. Енді қыздар, мынау қызыл бұрышты тура ортасына бұны сеппейм, үйіп салам. Мынау чеснокты, оны да тура жаңа қызыл бұрыштың қасына үйіп салдым қыздар. Енді майды қатты қыздырып, бірінші тексеріп алдым, бұжылдады ма деп. Чесноктың үстіне құйып көрген кезде бұжыр ете түсу керек, өстіп бұжылдатып құйдым. Қызыл бұрыш пен чесноктың үстіне ыстық майды қыздырып құйдым. Енді осылай астын астына, оң жағын сол жағына, сол жағын оң жаққа өстіп араластырамыз салатты. Керемет күшті, дәмді қыздар. Енді бұны бетін жауып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді жесеңіз, мінекей, керемет дәмді. Қыздар айтпақшы, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Өз ойларыңызды
жаза кетіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса баспаңыздар. Излайк басыңыздар, ұнамаса. Қыздар, мінекей керемет жасап көріңіздер. Көп уақыттарыңызды алмайды. Пока.